Мен өзім Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылында 1971 жылы дүниеге келдім. Әкем Рахметов Төлеубек ауданда бас агроном болып қызмет істеді. Анам Садықова Күлзия математика пәнінің мұғалімі болды. Ол кісілерде еңбек жолдары өте жоғары деңгейде. Сол кісілердің салған сара жолымен қазір біз өзімізде жүріп келеміз. Менің бір әпке, бір сіңілі және 3 інім бар. 1988 жылы орта мектепті бітірдім. Оқуға түсуді армандап, танымал мамандықтардың бірін таңдап, сол мамандықтан жолым болмады. Сол мамандықтан жол болмағаннан кейін ауылға келіп, кездейсоқ Ақжар метеостанциясына жұмысқа кірдім. Барлық адамдар жан-жақта болып жатқан құбылыстарды қалыпты деп қабылдайды. Өйткені жаңбыр жауады, жел соғады, қар жауады деген сияқты. Олар неге соғады, неге қар жауады, неге жаңбыр жауады деп ойлана бермейді. Енді кездейсоқ метеостанцияға жұмысқа кірерге дейін мен де сол көп адамдардың бірі болдым. Жұмыс істеп жүрген кезде бір кісінің сұрағы болды маған деген. Неге жаздың уақытында таудың төбесіндегі қар ерімейді? Сол сұраққа жауап бере алмадым. Өйткені менде ол кезде білім жоқ. Соны ары қарай тереңдетіп білу үшін шешім қабылдап 1992 жылы Алматы қаласындағы сол Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің география факультетінің метеорология мамандығы бойынша оқуға түстім. 1997 жылы осы институтты тамамдап, Алматыдағы Қазгидромет центрге инженер мамандығын алып, сол жерге жұмысқа кірдік. 20 шақты адам оқуға түсті. Оқуға түскен кезде бірінші, екінші, үшінші курстарда кеткен адамдар көп болды. Қалғанымыз 9 адам қалдық. 9 адам 3-4 курс оқып, аяғында 5 адам ғана осы мамандық бойынша бітіріп шықтық. Сол 5 адамның 5-еуі де осы мамандықтың айналасында, бәрі облыстық филиалдарда осы Қазгидрометтің өзінде жұмыс істеп жатыр. 1998 жылы жұмысқа кірген кезде қиын кезең болды ғой. Сол кездерде бір қысқартулар басталды. Біз енді жаңадан келген маман ретінде бірінші қысқартуға түстік. Бұрын жұмыс істеген адамдар бар екен. Аэродромдарда синоптик метеоролог болып жұмыс істеген кісі сол мамандық бойынша жұмыс істеуге болатынын айтты. Сол кісінің айтуымен 1998 жылы 65-те 229-шы жетігенде орналасқан әскери бөлімшеге жұмысқа кірдім. Қатардағы жауынгер ретінде қабылдады, кейін прапорщик шиніне дейін жоғарылап көтеріліп, сол жерде 6 жылдай әскери қызметте болдым. Сол жерде жолдасымды кезіктірдім, ол да әскери адам. Жолдасымды Санкт-Петербург қаласына 2 жылға жоғары оқу мектебіне жіберді. Семьямызбен сол Санкт-Петербург әскери гарнизонына көшіп бардық. 2006 жылы осы Астана қаласына жолдама берді. 2009 жылы осы Қазгидрометке қайтадан жұмысқа кірдім. Қазгидромет Қазақстан Республикасы экология табиғи ресурстар министрлігінің өте ірі ғылыми өнеркәсіптік кәсіпорынның бірі. Бұл кәсіпорында 15 филиал бар. Бұл жерде метеорология, гидрология, экология және агрометеорология мамандықтары бойынша жұмыстар атқарылады. Кәсіпорында жастардың жұмыс істеуіне, бос уақытын жақсы өткізуіне өте жағдайлар жасалған. Инженер метеоролог мамандығы бойынша метеорология департаментіне жұмысқа қабылдады. Метеорология департаментінің ішінде климатология бөлімін басқардым. Нұсқаулықтар, анықтамалар шығардық. Әр параметрлар бойынша жел жылдамдығы, температура, топырақ бетінің температурасы, күн сәулесі, ауаның ылғалдығы деген сияқты мәліметтердің, анықтамалықтардың көп жылдық орташа мәліметтерін шығарып, өзіміздің құрылымдық департаменттердің жұмысын ары қарай жүргізу үшін және экономиканың әр саласындағы тұтынушылар қолдану үшін сондай анықтамалықтар шығарып, сондай жұмыстармен айналыстық. Өмір өзенінде өзіміздің ағысымызды тауып, 2 балапаным бар, бір ұл, бір қызым. Қызым қазір 20 жаста, ағылшын тілінің аудармашы мамандығы бойынша колледж бітірді. Ұлым қазір 7 жаста, 1-ші классқа барды, биыл мектепке. Сол баламмен бірге қазір мектепке барып жүрмін менде деген сияқты. Биыл 35-ші жыл осы бір мамандық бойынша жұмыс істеп келе жатырмын.
осы мамандықты таңдағаныма ешқандай өкінбеймін. Осы жерден зейнетке шықсам деп ойлаймын, және осы мамандықтан мен өзімнің өмірлік адал жолымды таптым деп ойлаймын.